Түргеш қағанаты батыс түрік қағанатына құлағаннан кейін Жетісу өңірінде құрылған түрік мемлекеті. Ол 699 жылы пайда болып, 756 жылға дейін өмір сүрді. Астанасы Суяб қаласы. Кейіннен Тараз маңызды саяси орталыққа айналды. 7 ғасырдың соңында батыс түрік қағанаты әлсіреп, оның орнына жаңа саяси күш түргеш тайпалары келді. Мемлекеттің негізін қалаған үшлік қаған. Ол Жетісудағы тайпаларды біріктіріп, тәуелсіз қағанат құрды. Түргештер онық тайпалық жүйесін сақтап қалды. Мемлекет басшысы қаған. Ел екі әкімшілік қанатқа бөлінді: сары түргештер, қара түргештер. Бұл бөліну кейін ішкі саяси тартыстарға себеп болды. Қағанатта әскери басқару жүйесі жақсы дамыды. Түргештер шекараларын қорғау үшін тұрақты әскер ұстады. Түргеш қағанаты 8 ғасырда үш ірі күшпен күресті: Қытайдың Тан әулеті, араб халифаты, ішкі тайпалық бәсекелестер. Әсіресе арабтармен болған шайқастар маңызды болды. 751 жылы Талас өзені бойында арабтар мен Қытай әскері арасында шешілу шайқас өтті. Бұл тарихи оқиға Талас шайқасы деп аталады. Нәтижесінде Қытай әскері жеңіліп, Орта Азияда араб ықпалы күшейді. Бұл оқиға аймақта ислам дінінің тарауына әсер етті. Түргештер көшпелі мал шаруашылығымен қатар отырықшы егіншілік пен қала мәдениетін дамытты. Ұлы жібек жолы арқылы сауда жасалды. Түргештер өз атынан теңге соқтырған. Бұл олардың экономикалық дербестігін көрсетеді. Ішкі алауыздықтар мен билік үшін күрестер қағанатты әлсіретті. 756 жылы қарлұқтардың шабуылы нәтижесінде Түргеш қағанаты құлады.